Мурашкин Иван Захаровичтің Қарағанды құю машина жасау зауытында еңбек етіп жатқанына жарты ғасырға жуықтады. Еңбек өтілі 48 жылды құрайтын ардагер 5 түрлі мамандықты игерген екен. Ағаш ұстасы да, бұрғышы да, дәнекерлеуші де болып жұмыс істепті. Гидроқұралдардың жөндеушісі бола жүріп, оларды талай рет сынақтанды өткізген. Қазір Иван Захарович 5-ші дәрежелі слесарь жөндеуші қызметін атқарады. 1964 жылы зауыттың осы цехына, осы бригадасына жұмысқа тұрған уақыттан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін табан аудармай бір жерде жұмыс істедім. 8 сыныптық мектепті Целиноград облысында бітіргеннен кейін зауытқа келіп дәнекерлеушінің шәкірт ретінде жұмысқа тұрғаным. Еңбек жолым осылай басталып, әрі қарай өрби түсті. Дәнекерлеуші деген дәрежеге қол жеткіздім. Одан кейін ағаш ұстасы, бұрғышы жұмыстары бойынша да жоғарғы дәрежелерге ие болдым. 5 түрлі кәсіпті меңгердім. Сынаушы да болып қызмет атқардым. Енді міне 5-ші дәрежелі слесарь жөндеушімін. Басында қай жерде қандай жұмыскер қажет болса, сол мамандықты меңгеруге тырысатынмын. Ұнамаса басқа бір кәсіпті меңгеруге кірісетінмін. Осылайша зейнеткерлікке шыққанға дейін әртүрлі жұмыстарды атқарып келемін. Иван Захарович, оның шәкірттері мен көптеген әріптестері зауытта түрлі мыс өнімдерін дайындаумен айналысады. Олардың арасында өнеркәсіптің әртүрлі салаларында, мысалы, машина жасауда пайдаланылатын гидротаратқыштар мен гидроқұралдар, жоғарғы қысымды құрылғылар мен пневмоқұралдар бар. Сонымен қатар цех зауыттар мен кеніштерді жиынтық бұйымдармен де қамтамасыз етеді. Гидравлика цехы күрделі, дәлдігі жоғары өнімдер шығарумен айналысады. Цех қажетті мамандармен толық қамтылған. Гидравлика қосалқы бөлшектерді жоғарғы деңгейдегі дәлдікпен дайындайды. Гидравлика цехының әр жұмыскері өзінің білікті маманы. Өз мамандығының шебері Мурашкиннен басқа оның отбасы мүшелерінің барлығы да осы зауытта жұмыс істейді. Иван Захаровичтің бригадасында ұлы мен күйеу баласы жұмыс істейтін болса, жұбайы да зейнеткерлікке шыққанға дейін осы жерде еңбек еткен. Жұмыста болсын, үй жағдайында болсын, қиындық туындай қалса, ол әрдайым ақыл кеңесін аямайды. Барлығын байыппен түсіндіреді, еш уақытта дауыс көтермейді. Жалпы әр маманның өз жұмысын жақсы көргенін қалайды. Ондай адамдарға қол ұшын беруге дайын тұрады. Әрі жұмысты шын ниетіңмен беріліп атқаруды үйретуден жалықпайды. Қазіргі таңда Иван Мурашкин зауыттың қарапайым өз ісінің білікті маманы ғана емес, жөндеушілердің жаңа ұрпағы үшін нағыз тәлімгер.